тарықты соғышты жеңген қарай жазып келген. Бірақ бұл тасмада соғыш жөнінде айтқымыз келген жоқ. Жөн ғана Қырғыздың басып өткен тарихына бір қайырғымыз келді. Бұл немецтердің архивінен алынған екінші ғылымға таандық жарым дүниелік картасы. Атлант океандан Тынч океанға чейін ейлеп тұрған Қырғыздың жері. Içilip, içimizden işenbestirimiz. Anda бұл сүреттіргім не дейміз? Бұл Алтайда табылған Үкөк ханышанын мумияланған сөгі. Үкөк ханыша қыз болса да, Қырғыз елін қорғап, жоо менен чабышып, мүлтірген жаш кезінде шейіт кеткен екен. Еркі сат бойынша жоода құрман болғандарды өзінің жашоуда пайдаланып жүрген бұйымдары менен, құралдары менен қоша көмішкен екен. Үкөк ханышаның кесесінің түбіндегі белгіні қандай түсінсек болады? Бұл сүрет Истанбул шаарының жанындағы Қырғыз батырларының естелігі. Тарихта белгілі болған Константин Опель шарын 29 май 1453 жылы Осман империясы еліп алған. Константинополь шарын еліп алу оңай болған емес. Қырғыздың батырлары гректердің шарын талқылау үшін өте чоң ерліктерді көрсетіп, түрк боордоштарыбызга бошотуп берип курбан болушкан. Айта берсек, тарихта далилдер жана булактар көп.